Ассалаумағалейкум достар. Бүгін UFC Қазақстанға келуі мүмкін деген сыбыс тарай бастады. Бүгін дәл сол жаңалықты талқылап көрейік егжей-тегжейін. Бастамас бұрын менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Одан бөлек менің Instagram, Telegram парақшаларым бар. Сол жерге де сілтемені қалдырам. Жазылыңыздар, үлпілдетіңіздер, пікір жазыңыздар, белсенді болыңыздар. UFC Қазақстанға келуі мүмкін деген сыбысты тарата бастаған жаңалықтар бұл Октагон лигасының басшысы Нурадин Садықов мырза. Біз көрдік, видео тарап кеткен видео көрдік, Дана Уайтпен сөйлесіп тұрған, және Данияр Қасқаров мырзаның да бір видеосы шықты. Бакуде немесе Абу-Дабиде өтетін турнирде Дана Уайтпен тікелей келіссөздер жүргізуіміз мүмкін. Сол жаққа барамыз. Тіпті сол турнирді Қазақстанға алып келуге бір мүдделі адамдар бар деп айтқан болатын. Ал енді бізге қаншалықты бұл турнир керек, соны талқылап көрейік. Біріншіден, бұның барлығы ақшаға барып тіреледі. Ақша қайдан деген сұрақ туындайды. Бізде мысалы UFC-ге соншама ақша бере алатын адам жоқ, бизнес жоқ. Қазақстанға UFC өз күшімен келсе, өзі ақшасын ақтамайды, сондықтан ол қажет емес. Егер кепілдік беретін тарап болса, сол ақшаны беретін адам болса, онда келеді. Бүкіл әлем бойынша негізінен солай жұмыс жасайды. Үлкен бай мемлекеттер ғана UFC өз ақшасын баруы мүмкін, нөмірлі турнирлермен үлкен, бірақ Абу-Даби болсын, Әзірбайжан болсын, сол сияқты мемлекеттерге UFC өз ақшасына ешқашан бармайды. UFC бұл қазір үлкен бір туризм ошағына айналып отыр. Неге Қазақстанда UFC-ді өткізу туралы сөз енді шыға бастады? Менің ойымша, бұл Әзірбайжанның факторы. Әзірбайжан өткізіп жатыр деген кезде, онда біздікілерді ойлана бастады. Біз де неге оны жасамаймыз? Біздің де қолымыздан келеді ғой деген сұрақтар туындай бастады, және түсінуімше белгілі бір азаматтар біртіндеп қозғала бастады. Бағасын сұрап деген сияқты, қалай жасауға болады деген сияқты. Бірақ енді қараңыздар, Абу-Даби, Дубай, яғни Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы, Австралия сияқты аймақтар, бұлар белгілі бір туризм саясаты бар мемлекеттер. Нақты стратегиялық жүйелі түрде туризм бағытында жұмыс жасайтын кәдімгі түсінікті саясаты бар мемлекеттер. Қазақстанда туризм саясаты бар ма? Туризмнің жалпы бағытта идеология бар ма? Жоқ. Барлығы жан-жаққа тарап кеткен, нақты бір саясат жоқ. Сондықтан бұл жерде тек қана бір мүдделі адам, шынымен де жақсы бір менеджер келіп, бұл іске араласып, екі тарапты түйістіріп, қол ұстастырып бермесе, жасау қиын болады. Өйткені бізде нақты бір саясат жоқ. Әзірбайжанның өзінде Баку Circuit деген ұжым бар, кәдімгідей Формула 1, неше түрлі одан да басқа спорттық шаралармен айналысады. Яғни Бакудың, Әзірбайжанның осындай бір тамаша еуропалық мемлекет, зайырлы мемлекет ретінде осындай бір келбетін қалыптастыратын бағыттардың бірі. Мен бұны неге айтып отырмын? Өйткені спорт бұл туризмнен бөлек ең алдымен өзіңнің репутацияңды оңалту, өзіңнің жақсы бір келбетіңді қалыптастырудың жолы. Спорт washing деген жақсы термин бар. Осыған орай мысал келтіре кетейін. Жақында ғана Ресейде тіпті UFC турнирі өтуі мүмкін деді. Ойлап көріңіздерші, 3 жылын соғыс басталғанда кім ойлаған? Ресейге UFC қайтып келуі мүмкін. Бұның барлығы қай мезетте басталды? Стив Уитков деген өте бір беделді саясаткер, нағыз қандай шен екенін айта алмаймын, қазір есімде жоқ. Трамптың командасының өкілі Ресейде болған кезде, сол кезде шыққан сыбыс, яғни Ресейге UFC Америка тіпті мынандай мүмкіншілікті беріп отыр. Яғни біз сіздерге UFC-ді алып келеміз дейді. Неге? Неге мысалы соғысты бастаған сондай бір диктаторлық режимге бұндай спорттық шара керек? Бұл спорт washing, яғни күллі әлем қазір ызалы бұл мемлекетке, санкциялардың астында жатыр, репутациясы нөлден төмен, біртіндеп ақталу керек. Бұған дейін 2018 жылы әлем чемпионатын футболдан өткізген, ол 2014 жылдағы Украинадағы сол Қырымды алып қойғаннан кейін жақсы мүмкіншілік болды. Сондай спорт washing жасауға, міне қазір соғыстың сол салдарын жабудың әлемнің алдында көрсету, міне бізде теңбіз, бәрімен бірдей, бізде осындай шара өткіземіз, бізде ашықпыз, бізге де елдер келеді, бізде бір сондай қонақжай, сондай бір керемет тату-тәтті мемлекетпіз деп көрсетудің амалы. Міне спорт washing деген осы. Сауд Арабиясында сондай жағдай болып жатыр. Бір жылдары тұйық жабық мұсылман мемлекеті қазір ашық, тіпті түнгі клубтарға дейін бар. Жарайды, оның барлығы басқа әңгіме. Менің меңзеп отырғанымды түсінген боларсыздар. Не үшін жасалынады? Спорт washing, екіншісі ол әрине туризм. Қазақстанға келетін болсақ, енді елестетіп көрейік.
Қазақстанда қандай жағдай орнады? Иә, біз 20-25 миллион доллар салдық дейді. Мемлекеттің ақшасы болса, онда жағдай қиындау. Мемлекеттің ақшасын шығару да қиын. Өйткені бұл қалай дегенмен, әсіресе соңғы жылдар бізде бюджет тапшылығы бар. Ұлттық қордан ақша алынып жатыр деген сияқты. Дәл осындай жағдайда қаншалықты мораль тұрғыдан дұрыс, бұл салаға ақша бөлу. Яғни мемлекет барынша өз тарапынан аз ақша бөліп, түрлі демеушілерді тартып жасап көруге болатын шығар. Бірақ бұл жерде көріңіздер, тағы да мүдделі бір менеджер болу керек, шынымен де барлығын білетін, жаны ашитын. Өйткені бізде мемлекеттің ақшасы араласқан жерде, бөлінген жерде қазақи тірліктер басталады, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Рисктер көп, бұны әрине UFC де түсініп отыр. Бұл туризмді дамытудың шынымен де жақсы бөлігі, егер Қазақстанға UFC жыл сайын келетін болса. Жылына бір турнир осындай нөмірлі, стратегиялық түрде, жүйелі түрде. Енді бұл ақшаны толықтай ақтай алмайтын өздеріңіз де түсініп отырсыздар. Белгілі бір бөлігін инвестиция ретінде әуе компаниялардан, қонақжайлар арқылы өндіріп алуы мүмкін, бірақ толықтай ол ақшаны өндіріп ала алмайды. Есесіне Қазақстан не алады? Бұл әлеуметтік желілердегі үлкен пиар компания, цитируемость, упоминаемость деген бір охват деген дүниелер бар, қазіргі заманда. Оған қоса үлкен каналдар бір апта бойы, шамамен бір апта бойы Қазақстан жайлы сөйлейді. Өйткені ММА бұл үлкен спорт, қазір мейнстрим. Сондықтан әсіресе мысалы Шавкат сияқты бір картта болса, онда Ұлыбритания, Францияның үлкен каналдары, Австралияның үлкен каналдары, қазір тіпті аймақ бойынша үлкен медиа командалар бар. UFC-дің, Қытай аймағында бір бөлек, Евразия, UFC Европа, UFC Бразилия деген сияқты, олардың барлығы да әрине Қазақстан бір апта бойы жазады. Бұндай осыншама үлкен охват, әрине пиар компанияны Қазақстан бұрын соңды алмағанда шығар. Бәлкім 2012 жылғы Рио Олимпиадасында алған шығар. Лондон Олимпиадасында, кешіріңіздер. Яғни түрлі тіл, түрлі мәдениеттерде шынымен де Қазақстан жайлы сөйлей бастайды. Бұл әрине біз үшін, біздің мемлекеттің жарнамасы үшін өте жақсы дүние. Екінші бұл сценарий, бұл бір меценат адамның пайда болуы. Ол адамда әрине мүдделі болады, бәлкім өзінің бір имиджін қалыптастыру, өзінің бәлкім репутациясын қалыптастыру, ақтап алу үшін, бірақ ол енді тым бір қияли дүние, бірақ ондай да болуы мүмкін. Бір инвестор пайда болып, толықтай осы қаражаттың барлығын көтеруі мүмкін. Бірақ негізінен барлығын түсініп отырмыз, ондай ақшаны бізде Қазақстанда тек қана мемлекет бере алады. Мен бұл видеода нақты бір позицияны ұстанып отырған жоқпын. Қазір жалпы бұл іс-қимылдың, жалпы бұл әрекеттердің не үшін жасалып жатқан, және ішкі кухнядан сәл-сәл де болса шет жағасын ашып көрсетейін дедім. Енді өздеріңіз сол сұраққа жауап беріп көріңіздер, дискуссиялатып көрейік, талқылап көрейік. Мемлекеттің ақшасын UFC-ді алып келу үшін Қазақстанға салу мораль тұрғыдан болсын, жалпы экономикалық тұрғыдан болсын, қаншалықты дұрыс? Жалпы кәсіпқой спортқа бұл қажет пе?